Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін Оңтүстік Корея елінде жансақтау бөлімінде жатқан Қазақстан Республикасының азаматы 13 жастағы Алымжан Султан Ходжаев пен тікелей эфир болады, соның мамасымен бірге. Қазір мамасы тікелей эфирге кіру керек. Мамасы допростасаңыз, қазір сізді біз тікелей эфирге қосатын боламыз. Қазір мамасын шақыруға әрекет жасаймыз тікелей эфирге. Мариам 9288 тікелей эфирге шығыңыз. Міне Мариам, қазір біз қосуға әрекет. Қазір басқа сұрақтар бермей тұрасыздар, құрметті оқырмандар. Біз тікелей эфирді аяқтағаннан кейін сұрақ қойсаңыздар болады. Саламатсыздар ма? Даусыңызды қаттырақ айтсаңыз, және сіз қазір бізбен тікелей эфирдесіз. Бұл тікелей эфир міндетті түрде сақталатындығын және әлеуметтік желі YouTube, Facebook, Instagram желілерінде кеңінен таралып, эфир қайта өшірілмейтіндігін ескертеміз. Сіз менің білуімше Тураева Муниса. Солай ғой? Иә. Даусыңызды қаттырақ сөйлесеңіз, Тураева Муниса. Жалпы жағдай қандай, сол туралы сіз өзіңіз ақпаратыңызды берсеңіз. Жағдайымды қазір біліп шықтым, профессормен сөйлестім, неғылды айтты. Даусыңыз естіліп жатқан жоқ, сіздің маскаңызды шешіп сөйлеңіз, бетпердеңізді алыңыз. Профессормен сөйлестім, кіріп шықтым, қасына кіргізбейді, реанимацияда жатыр. Айтады, сәл жағдай сәл тәуір болатыр дейді, Құдай қаласа. Неғыса дәрілерінің дозасында көбейіп кеткен дейді. Пасатырып неғылып төмендетіп атырмыз дейді. Соны енді көріп, постоянно аппаратта жатыр дейді. Басы неге аппаратқа уланған дейді, полностью дейді. Тексеріліп неғылып тұрмыз дейді. Дәрісіні төмендетіп, дозасыны көріп атырмыз дейді. Жағдай осындай, бірақ әлі ұйықтап атыр дейді. Оянған жоқ дейді. Ұйқысынан. Комада емес, бірақ дейді. Врач сондай деді, профессорлар. Осы сіздің балаңыз ғой? Иә, қолдарыңыздан келсе, жәрдем берсеңіздер. Ешкіміміз жоқ осы жерде. Осы балам. Енді қараңыз, бізде тікелей эфир сақталады. Мен сізге қояр бір-екі сұрағым бар. Сіздің жағдайыңызды мен жақсы түсініп тұрмын. Алла алдымен шипасын берсін. Барлық нәрсе Алланың қолында. Біз пенделер тек қана себебін жасаймыз, иә? Сіз Оңтүстік Корея еліне қай жылы бардыңыз, және ол жақта заңды немесе заңсыз мигрантсыз? Сіздің жеке басыңыз немесе балаңыздың жеке басы сақтандырылған ба? Жоқ, сақтандырылмаған, страховкамыз жоқ. Мен өзім 2017 кіргем, G1 визамен. Сосын баламды 2018 алып кірдім. Өзім барып алып келіп, емдетем деп алып келдім. Оның да G1 визасы бар. Сол қазір бірақ заңсыз мигрантсыз. Балаңыз қай жылдан бастап ауырып жатыр? Балам 2009-дан бастап, туылғаннан бері 3 айлығынан бастап ауырады. Қазақстанда емдеткенбіз, көмек болмаған соң, дәрілер жәрдем бермеген соң, осы жерге үмітпен алып келген балам. Қазіргі таңда қойылған диагноз қандай сіздің балаңызға? Эпилепсия. Судорожный синдром, эпилепсия. Қазір қай қалада жатыр балаңыз? Инчон қаласында. Инчон қаласында, иә? Инчон қаласында орналасқан Качонте Килпьонгвон дейді. Үлкен
университеттик ооруканада жаткандыгы тууралуу акпарат берилип жатыр. Iya. Қазір өзіңіздің отбасылық жағдайыңыз қандай сіздің? Отбасылық жағдайым, бір мамам бар, басқа ешкімім жоқ. Папам өгей. Екінші тұрмыс болған соң мамамдікі, өзімнің папам емес. Бір мамам бар, болды. Әпке, сіңілім, інім, ешкімім жоқ, ағаларым. Бір өзім, бір қызбын. Алымханның әкесі қайда? Алымханның әкесі екінші әйелі бар, үйленген. Қазақстанда тұрып жатыр қазір. Яғни сіздің күйеуіңіз, сіздер заңды түрде ажырасқансыздар ма сонда? Заңды түрде ажырасқанбыз. Заңды түрде ажырасқансыздар, және қазір оның басқа отбасы бар, мен дұрыс түсінгенім бойынша. Ал балаға, мысалға, Қазақстан Республикасы мүгедектік тағайындаған ба? Мүгедектік тағайындаған, оның бәріні әкесі өзінің шотына түсіреді, ақшасына. Бірақ ешқандай бізге жәрдем бермейді. Бәрі ақшасы... Ол әке, сіз ол кісімен ажырасып кеткен болсаңыз, ол не үшін сіздің балаңыздың ақшасын алып жатыр? Сол басынан біз тұрмыс құрған соң, инвалидность аштырған соң, біз Қазақстанда инвалидность балаға ашқан соң, оның зарплатный карточкасына түсетін болған, содан бері ол неғымаған, маған ауыстырмаған. Сізге осы уақытқа дейін балаңыздың мүгедектік ақшасын берді ма күйеуіңіз? Жоқ, берген жоқ. Ешқандай берген жоқ. Қанша ақша түседі балаңызға мемлекеттен? Маған оны айтпайды. Адамдардан сұрап білгенім, бір айына 150 мың теңге алады. 150 мың теңге, иә? Сіздің білгеніңіз, ол қанша жыл болды, сіз алмайсыз ақша? Мен 3 жылдай болып қалды, алмағаным. $5 миллион 400 мың ақша болады екен да, бұл балаңыздың өзі мысалға 150 мыңнан болса, 3 жылыңыз 36 ай болады, 5 миллион 400 мың болады. Қазір біз әкесімен де байланыс орнатуға әрекет жасаймыз. Әкесі бұл туралы не айтады екен? Әкесінің өзінен еститін боламыз. Біз енді блогер болғандықтан екі жақты тыңдап әрекет жасаймыз ғой. Иә. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сіздің есіміңіз Сухраб, иә? Иә, Сухраб. Сухраб, сіз қазір Корея көмекте тікелей эфирде отырсыз. Сізді қазір бұл жерде 100 мыңнан астам адам бақылап отыр. Жалпы Алымхан деген сіздің балаңыз бар екен, осы бойынша бізде тікелей эфир болып жатыр, және қайырымдылық үшін қазір мамасымен тікелей байланыста отырмыз. Сіз осы бойынша не айтасыз? Дұрыс, телефондар бәрі дұрыс. Сол көмек берсе өте жақсы болады деп сол болғаны. Не болсақ, жазылып, сосын аман-есен Қазақстанға жетіп алсақ, сол дұрыс болады деп. Мен оған қолды жағдайын істеп қоямын. Үйін, бәрін, квартирасын, бәрін не қылып. Сіз бұл азаматшамен отбасын мысалға бұзған екенсіз да, басқа отбасыңыз бар екенсіз да. Бірақ балаңыздың осындай жағдайда ауырып жатқаннан хабарыңыз бар ма еді сіздің? Иә, бар ғой. Бар болса, осы уақытқа дейін қандай көмек бердіңіз сіз балаңызға, немесе осы сіздің бұрынғы әйеліңізге? Так. Тек шындығын айтыңыз. Кореяға жібердім. Неге? Леченияға. Бұл жерде біраз Ташкентке барды, Алматыға барды, көп жерде лечение нәтиже болмағаннан кейін мен ақша жинап Кореяға жібердім. Леченияға. Сол көмегім. И сосын ақша жіберіп тұрдым. Содан кейін менің айлығым
Жетпеген соң. Аха. Амал жоқ, әйелім айттым, жұмыс істеп, не ол дедім, мен кейін барам дедім. Сухраб, қараңыз, сіз бұл әйеліңізбен қанша жыл болды ажырасып кеткеніңізге? Так. 4 жыл болды ғой. 4 жыл болған, иә? Ал мынау Сухрабтың мемлекет тарапынан, Қазақстан Республикасы мемлекет тарапынан белгіленген мүгедектігін қазіргі таңда кім алып жатыр? Қазіргі таңда мен алып жатырмын. Не үшін сіз аласыз? Себеп неде? Мен алғаны ол жинап беремін ғой, өзіне қайт. Жоқ, дұрыс. Ол кез келген адам ақша жинай алады, ол ақшаны банкте жинай алады. Сіз әйеліңізбен заңды түрде ажырасып кеткен болсаңыз, не үшін балаңыздың мүгедектік ақшасы сізге түсіп жатыр? Потому что маған оформлено ғой. Енді не үшін сіз анасының өзін оформить етіп бермей, сіздің өзіңіздің бөлек семьяңыз, бөлек отбасыңыз бар екен, балаңызға соңғы рет қашан көмек бердіңіз, қашан байланысқа шығып, балаңызбен тіке жаңағыдай сөйлестіңіз сіз? Балаңыздың қазір жағдайы ауыр 50-де 50 жатқандығынан хабарыңыз бар ма сіздің? Басын бәріне апарат қойып тастаған. Хабарым бар полностью. Қашан сөйлестіңіз балаңызбен? Соңғы рет сіз видео звонокпен, WhatsAppпен? Так. Соңғы рет сол ауырмай тұрғанда сөйлескенмін. Қашан ауырмай тұрғанда? Қанша уақыт болды? Екінші, ол бірінші әйелім, екінші балам да бар ғой. Ол менімен. Жоқ, мен ол сіздің екінші әйеліңіздің баласын сұрап тұрған жоқ. Мен сізден Сухраб дұрыс түсініңіз да, бірінші мынау қазір бізде әлеуметтік желіде отырған Мунисаны дүниеге келген 13 жастағы қазір мінекей өшіріп тастадық, қайта байланыс орнатуға әрекет жасаймыз біз. Иә, бұл жерде дау-дамайсызға жететіндей ақпарат болуы мүмкін. Қазір қайта қоңырау шалып жатырмыз. Мен өзі онымен күйеуіммен не қылып айқайласып, не Алло. қылып шамам да жоқ. Сухраб, байланыс үзіліп кетті, қайта байланыс орнатамыз. Сухраб, тыңдаңыз. Мынау сіздің балаңызға Алымжанмен сіз соңғы рет қашан байланыс орнаттыңыз? Қанша ай болды байланыс орнатқаныңызға? Так, 7 июль ғой. 7 июль мамасы сөйлестім. Мамасы сөйлесіп қал жағдайын сұрадым. Аха. Вот. Соңғы рет сол 7 июль. Жақында. Яғни Құрбан айттан алдын байланысқа шықтыңыз ғой? Иә. Құрбан айт. Бүгін, мәне, кеше бүгін сөйлесіп жатырмын мамасымен. Аха, кеше бүгін сөйлесіп жатырсыз. Сіз осы балаңыздың мемлекет тарапынан беріліп жатқан мүгедектік ақшасы қанша? Мемлекет қанша ақша аударады? Так. Сейчас көрейін. Шамамен айта салыңыз, плюс-минус тиынын қоя беріңіз. Бұл где-то 85 мың сондай аударады ғой. 85 мың аударады, иә? Қараңыз, осы 3 жыл бойы сіз осы ақшаны алып келе жатсыз, дұрыс қой? Иә. 3 жылда есептесек, қазір 3 миллион 60 мың болып тұр. Қайда бұл ақша? Ол ақша менде. Не істеп тұрсыз де? Қазір балаңыздың жағдайы ауыр екенін білесіз ғой сіз? Сол, мен қазір жардам берейін деп отырмын сол. Қашан бересіз көмек? Қазір бізде қараңыз, бізде сбор ашылады. Сіз бұл жерде заңсыздық та бар да, сіз қазіргі осы сбор ашылған кезде, біз қазір осы мамасының байланыс нөмірлерін Корей еліндегі Қазақстандағы Каспий бұлттарды қалдырамыз. Осы 3 миллион, мінекей, осы 36 айда 3 миллион болып тұр, сол 3 миллион 60 мың теңгені осы балаңыздың шотына аударасыз. Бұл өзінің мемлекет тарапынан
ол ауырып тұрған балаға Қазақстан Республикасы мемлекет тарапынан беріліп жатқан көмек, ол ақшаны алуға ешкімнің құқығы жоқ. Не анасы, не әкесі оның өзінің жеке өміріне пайдалануға құқығы жоқ. Сол баланың емі үшін мемлекет тарапынан беріліп жатқан ол көмек, оның дәрісіне, оның тамағына, оның еміне, ауырып қалса бір отасына жасалатын мемлекет тарапынан берілетін ақша ол. Оған сіздің де ақыңыз жоқ, ол ақшаны жұмыс етуге, оның мамасында ақысы жоқ. Қазір балаңыздың жағдайы ауыр, сондықтан осы ақшаны сол жаққа аударыңыз. Біз сізбен келістік қой. Сол құдай қаласа мен өзім Кореяға ұшып барамын деп отырмын. Осы жақын арада. Сіз ол Корея еліне барған кезде бәрібір сіз ол жерге кіре алмайсыз, балаңызбен тікелей байланыс орната алмайсыз. Қазір омикрон коронавирус пандемиясын тағы күшеюіне байланысты ол жерге шетелден келетін азаматтар. Не болмасам, мысалға осы азаматтың қазіргі таңда мамасының өзі де ол жерге кіре алмайды. Ол жаққа баруыңыз ешқандай пайдасы жоқ. Одан да осы жерде ақшалай қолдау көрсетіп, балаңызға осы жерден мешіттерде дұға жасатып отырыңыз. Құдайдан оның амандығын тілеңіз сіз. Мен ол балаға келем деп айтып қойғанмын негізі. Обещать етіп қойғанмын, келемін деп. Балаңыз қанша жыл болды Корея елінде емделіп жатқанына? Так. 3 жылдай болды. 3 жылда сіз Корея еліне келдіңіз бе? Жоқ, келген жоқпын. Енді ауруханаға жатып, балаңыз қазір без сознания жатқан кезде, еш нәрсе естімей, еш нәрсе көрмей жатқан кезде, оны сізге барғаныңыз не пайдасы бар, не қайыр одан? Не істейсіз ол жаққа барған кезде сіз? 3 жыл бойы қай жерде едіңіз, әкелік махаббатыңыз болатын болса? Мамасы мына жақта қан жылап отыр ғой. Ол мен жақсы көреді ғой ол. Дұрыс қой, жақсы көретін болса, не үшін 3 жыл бойы сіз балаңызды іздеген жоқсыз? Не үшін 3 жыл бойы сол жерге бармадыңыз ауруханаға? Мені қасында болып, сол жақта мысалға ер азамат сізде медициналық визамен барсаңыздар да болатын еді, жеке басын сақтандырып. Сол Корея елінде жұмыс істеп, осы әйеліңіз балаңызға қарайтын болса, сіз жұмыс істеп балаңызды емдетуіңізге болатын еді ғой, сізді жақсы көретін болса. Я солай істеймін деп жүрген, істеймін деп жүрген. Жағдай болмай жатыр сол. Сізге не жағдай керек? Билет керек па сізге? Иә. Сіз маған Галилей 18 парасат бизнес орталығына келіңіз, мен сізге билет алып беремін, оңтүстік Корея еліне барып, жұмыс істеп, балаңыз сол жақта емдетесіз. Хорошо. Мен осы біздің қордың атынан мен сізге билет алып беремін сол жерге. Інісін апарым керек болады. Қажет емес бізге ешкім, сіз әкесісіз оны. Егер қазір осы мысалға заңды түрде сіздер ажырасып кеткенсіздер, ал бірақ заңды түрде ажыраса тұра, сіз бұл баланың мемлекет тарапынан берілген қаражатын барлығын өзіңізге алып отырғансыз. Неге жараттыңыз ол ақшаны сіз? Қандай құқық бар сізде ол нәрсені жаратуға? Қазір сіз бұл жерде заңсыздық бар. Қазір сіз жауапкершілікке тартылатыныңызды білесіз ба сіз? Жоқ, и так менің басқа проблема отыр, оны қажеті жоқ. Жоқ, бұл жерде сіздің жеке проблемаңыздың бізге қажеті жоқ. Бұл жерде сіздің 13 жастағы балаңыз өлім мен өмірдің арасында уже 2 апта болды арпалысып жатқанына. Бір аяғы қабірде, бір аяғы мына өмірде болып тұр балаңыздың қазір. Алло. Естім. Қараңыз, Сақыпжан, қазір сізді 100 мыңнан астам адам көріп тұр. Осынша халыққа және әйеліңізге айтар сөзіңіз болса. Алла шипасын берсін, әйеліме сабырлық берсін. Құдай қаласа барып, емдейміз ғой до конца. Құдай қаласа осы Кореяға ұшып барып, біргелесіп емдейміз, ол баланы аяққа тұрғызамыз Құдай қаласа. Қашан келесіз Кореяға? Билет болса, виза болса, любой время барамын. Виза ол елшіліктен шығатын нәрсе, қазіргі таңда ауруханадан қағаздарды алып, тиісті қағаздарды алып, сол жерге баруыңызға болады сізге елшілікке байланысқа шығып. Қазір бұл балаға, осы мен мысалға бұл баланы танымаймын Сұқырап. Бірақ ауруханамен сөйлесіп, бұлар бізге біраз болып байланысқа шыға алмай жүргеніне. Кеше енді байланысқа шыққаннан кейін ресми түрде Қазақстан Республикасының Корея Республикасындағы елшілігіне ресми түрде тіркелді.
қазір ауыр жағдайда жатқан шетел азаматтардың тізіміне бұл азаматта енді алымжанда, себебі жағдайы өте ауыр. Дәрігерлердің айтуынша, біз ауруханамен сөйлестік, ошып дейді. Яғни өмір сүріп кетуі де мүмкін. Былай қатты айтсам ренжімеңіздер, мына өмірден кетуі де мүмкін. Жағдайы өте ауыр. Қазір біз жалпы 38 миллион қаражат шыққан ауруханадан. Біз 10 миллионын қайырымдылық қорынан, Оңтүстік Корея еліндегі біздің қайырымдылық қорынан 10 миллионына жеңілдік жасатып беріп отырмыз. Ал қалған қаражатты енді анасын қан жылатпай, қазір бүгін ертең ішінде мынау жаңағы 3 миллион 60 мың теңгені мамасын шотына аударып беріңіз. 3 миллион 60 мың теңге деген ақша, ол Кореяның ақшасымен есептейтін болсақ, біз осы прямой эфир кезінде звондамай тұрса да көріп тұр ғой адамдар прямой эфирде тұрғанымызды. 3 миллион деген ақшаңыз Кореяның ақшасымен 8 миллион 100 мың болады. 8 миллион 100 мың бұл әпшеміздің біраз жаңағыдай қаражатын жабуға жетеді. Осы ақшаны аударыңыз бүгін. Балаңызға дұға жасаңыз, мешітке барып, дұғада болыңыз, дұғада. Біз сізбен тағы қазір эфирден кейін байланысқа шығатын боламыз. Бұл нәрсені, сол ақшаны аударылуын біз қадағалаймыз, оған ешкімнің құқығы жоқ. Біреу ауырады, біреу ауырып жатыр, ал ақшасын біреу алып, өзінің жеке өміріне пайдалануына құқығы жоқ. Жарайды, біз сізбен тағы байланыс орнататын боламыз. Хорошо. Қазір мінекей сіздің бұрынғы күйеуіңіз Супраппен біз байланыс орнаттық, оны барлықтарыңыз құрметті оқырмандар естідіңіздер. Қазір мынау менің алдымда отырған апай, сіз Шымкент қаласында тұрасыз, дұрыс түсіндім ғой мен сізді? Шымкент қаласының азаматшасы, қазіргі таңда Оңтүстік Кореяның Инчон қаласында 13 жастағы баласын ауруханада емдетіп жатқан болатын. Қазір осы құрбан айт күні жансақтау бөліміне түскен. Баласы қазір жағдайы өте ауыр. Мамасының айтуы бойынша баланың барлық жеріне аппараттарды қойып тастаған дәрігерлер. Бұл туралы біз сіздерге кеше мінекей ақпарат берген болатынбыз. Инстаграмда тұр бізде. Дәл осы бала 13 жастағы. Құрметті оқырмандар, қазір әкесімен де байланыс орнаттық. Бұл баланың көрдік. Бұл баланың жағдайы өте ауыр. Дәрігерлердің айтуы бойынша ошып дейді, яғни 50-де 50 жатыр. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті Корея елінде жүрген отандастар, жерлестер, бауырлар, осы отбасыға қазір осы прямой эфирдің астында поста банк нөмерлер, қайырымдылық шоттары қалдырылатын болады. Сол жерге қолдан келгенше қолдауды көрсетіңіздер. Ал Оңтүстік Корея елінде баласын емдетуге алып барған Мунисаның болашақ бұрынғы күйеуі бұл мүгедек баласын ақшасын 3 жыл бойы алып жүрген. Ал әйелімен өзі Сухрап деген азамат әйелімен ажырасып кеткеніне 4 жыл болған. Ал баласының ақшасын 3 жыл бойы алып жүрген. Яғни 85 мыңнан дейді 3 миллион 60 мың теңге ақшаны өзіне алып жүрген. Сонда бұл жерде баласы Оңтүстік Корея елінде өлім мен өмірдің арасында жатыр. Ал мүгедектік ақшасын бұл жерде әкесі алып жатыр. Ал анасы ол жақта ауру баласына қарап, одан бөлек сол жерде кәрістің айғайын естіп, күннің ыстығы демей, күннің суығы демей, сол жерде жұмысын істеп, баласын емдетіп жатыр. Сонда бұл жерде еркектік намыс қайда? Әкелік құқық қайда бұл жерде? Ажырасып кеткен болса, онда не үшін мемлекет ақшаны бұл әкесіне беріп жатыр? Бұл жерде әрине біз тиісті мекемелерге байланысқа шығатын боламыз осы мәселе бойынша. Бұл жерде заңсыздық та болуы әбден мүмкін. Сондықтан 3 жыл бойы мүгедек баласын ақшасын алып, өзінің жеке өміріне пайдаланып келген азаматпен біз жақыннан сұхбат алып, онымен тағы қосымша сөйлесетін боламыз. Ал сізге Алла сабырлық берсін. Барлық нәрсе Алланың қолында. Муниса, жыламаңыз. Мына өмірде тек аналар жыламасыншы. Сіз анасыз, сіздің жүрегіңіз қалай жылап тұрғанын мен білем. Сондықтан Алла балаңыздың емін берсін, шипасын берсін. Әрине біз Алымжанды сол жансақтау бөлімінен, сол сіз тұрған ауруханадан мама деп ойнап күліп жүгіріп шыққанын
біз де қалаймыз, біз де күтеміз сол нәрсені. Сондықтан тек қана Алладан дұға жасаңыз. Қазір ресми ақпараттар бізге кеше байланысқа шыққан болатынсыз. Барлық нәрсені үйреніп, ауруханалармен барлығын байланыс орнаттық. Жалпы баланың жағдайы өте ауыр екендігін олар жеткізді бізге. Ресми ақпараттарды біз тіркеп қойдық. Қазіргі таңда Корея Республикасында орналасқан Қазақстан Республикасының елшілігі де бұл нәрседен хабардар, тіркелді. Ол жақтан да біраз қолдау көрсетілетіндігіне біз сеніп отырмыз. Ол қолдау көрсетіледі. Қазіргі таңда осы біз кеше байланысқа шыққан болатынбыз. Сонымен 10 миллион Кореяның ақшасымен жеңілдіктер жасалды. Енді Муниса, сіз өзіңіз мінекей сізді қаншама халық көріп отыр. Сіз халыққа айтар, сұрайтын қайырымдылығыңызды өзіңіз бір ауыз өз аузыңыздан айтсаңыз болады. Мұсылмандардан сұрайтыным тек қана дұға сұраймын, балама шипасын тілеңіздер, Алладан тілеп, түзеліп кеткенін тілеңіздер. Аллахым сіздерге де жақсылық күндеріңізді қайтару нәсіп етсін, аммеге балдарыңыз, ешбірлеріңіз ауырмасын. Ондай тем более мұсафыршылықта жүрген кезде қиын. Қолдарыңыздан келсе, илажы болса жәрдем беріңіз, аямаңыз. Қазір өзіңіз жұмыс істеп жатқан жоқсыз, сол балаңыздың төбесінде тұрсыз, дұрыс қой? Иә, жұмыс істеуімді де білмеймін, істемеуімді де білмеймін. Көңілімге қазір ештеңе сыймай отыр, білмеймін. Докторлар айтады, ойлама, келме дейді. Онда келіп кете берме дейді. Бірақ анамын ғой, не істейін, анамын. Тастап кете алмаймын. Құдайдан үміт тілеп осы жерге алып келген баламды, қиналсам да өзім не қылам деп, аяққа тұрғызам деп. Дұрыс, біз сізбен тікелей эфирді аяқтаймыз, және тікелей эфирден кейін біз сізбен міндетті түрде қайта байланыс орнататын боламыз. Тікелей эфирде жүрсеңіз болады. Рахмет сізге. Құрметті Корея көмек оқырмандары, қазір болған оқиғаны барлықтарыңыз көрдіңіздер, не болып жатқандығын. Жалпы оңтүстік Корея еліне баласын емдетуге барған Шымкент қаласының азаматшасы Муниса есімді жерлесіміз оңтүстік Кореяның Инчон қаласында баласын жансақтау бөлімінде жатқандығын бізге айтты. Және бұл жерде Мунисаның баласы, яғни Алымжан, 13 жастағы Алымжанға Қазақстан Республикасы мемлекет тарапынан мүгедектік ақшасы да тағайындалған екен. Алайда бұл ақшаның барлығын оның бұрынғы күйеуі алып отырғандығы белгілі болып жатыр. Яғни 3 жылдың ішінде мүгедек баласының ақшасын алған әке енді сол 3 миллион 60 мың теңге ақшаны баласын еміне аударатын болады. Егер ол ақша аударылмаған жағдайда, бұның барлығын заңды түрде шешуге біз қолдан келгенше әрекет жасайтын боламыз. Сондықтан, құрметті оқырмандар, қолдау көрсететін мейірімді жандар, осы прямой эфирді барлық жерге жіберіп, қолдан келгенше қолдау көрсетіңіздер. Ал баласын ақшасын өзінің жеке өміріне, өзінің жеке тамағына жұмсатқан әке туралы сіздің пікіріңіз қандай? Бұл біз үшін маңызды. Комментарияда біз сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламыз. Ал анасына сабырлық тілейміз. Алымжан міндетті түрде ауруханадан жансақтау бөлімінен шығатынына біз сенеміз. Қолдау көрсеткен барлық жандарға айтар алғысымыз шексіз.